Сәлем достар, бүгін сіздермен помидорды қыс айына қалай салат еткенім туралы өз тәжірибеммен бөліскелі отырмын. Осылайынша помидорды, болгар бұрышын бәрін жақсылап жуып алдым. Болгар бұрышын осылай ішіндегі дәндерін тазалап, дайындап қойдым. Оның ішіндегі дәндерін алып тастадым. Одан кейін 4-5 чеснокты ашып, дайындап қойдым. Оны да жақсылап жуып алдым. Заттарым дайын болған кезде банканы буға тұтып, булап алдым. Енді қазанымызға 3 қасық томат салдым. Оның үстіне азырақ томатты қуырып алдым. Оның үстіне су құйып, осылайынша қайнатып алдым. Оған 3 тал лавр жапырағын салдым. 3 тал чеснок салдым. Және де 10 тал гвоздика салып, бәрін бірге қайнаттым. Және де 2 қасық тұз, үлкен ас қасықпен. Және 2 қасық қант салдым. Осылайынша қайнатып алдым. Қайнап жатыр қазанымыз. Енді 5 минут қайнатып алдым. Енді оның үстіне помидорларды салып, 3-4 минут помидорды қайнатып алдым. Оның үстіне бір азырақ петрушка салып, оны да азырақ қайнатып алдым. Не дайын болды. Енді булап қойған банкамызға помидорды жайғастырып саламын. Оның үстіне дайындаған соғымызды үстіне құйып, осылайынша крышкамызды жауамыз. Не помидорымыз дайын болды. Егер де видеомыз ұнаған болса, сіздерге лайк басып, подписация етіп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.